арнайы репортажымызда президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлының өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы бұл жалпы ұлттық міндетіміз. Жылды балалар жылы деп жариялады. Осыған орай Төлеген Тәжібаев атындағы номері 81-ші жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімдері жаңаша оқытудың жетістік көзі тақырыбында апталық өткізгелі жатыр. Олай болса, апталықпен танысайық. Ақпан жаңаша оқыту жетістік көзі апталықтың ашылуы. 1 наурыз ардагер ұстаздармен алғыс жүректен шығады деген тақырыпта кеш. 2 наурыз бастауыш сыныптарда қолданылатын тиімді әдіс тәсіл және үлгерімі төмен оқушылардың ата-аналарымен өткізілетін психологиялық тренинг сабағы. 3 наурыз математикадан бірлікке келтіру есептері десант сабағына шақырамыз. 4 наурыз ертегілер елінде қасқыр мен жетілақ көрінісі. 5 наурыз Анагүл ана өмір шуағы атты тәрбие сағаты.